саламатсыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар және ата-аналар. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на торжественной линейке, посвященной окончанию 2020-2021 учебного года «Соңғы қоңырау сыңғыры». Құрметті ұстаздар мен оқушылар, 2020-2021 оқу жылының аяқталуына арналған салтанатты саптық жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме. Мектеп деген атаныңдай әлпеште биік шыңдарға жетелейтін, жылдар бойы білім нәрімен сусындатып, болашаққа нық қадам басуға көмектесетін алтын ұя. И вот, еще один учебный год позади. И несмотря на все сложности нашего времени, мы были всегда вместе, как одна большая дружная семья. Направляли силы, умения и творчество на получение качественного образования, хорошего воспитания, проявляли внимание и заботу друг о друге. Ел ертеңі білімді жастар, тәуелсіздік рухымен өсіп келе жатқан бүгінгі жас буын, яғни біз еліміздің ертеңгі үмітіміз, сенімді тірегіміз. Дорогие друзья, помните, наш личный успех складывается из важных составляющих. Это любовь дорогих родителей и близких. Это знания и неустанный труд замечательных учителей. Поддержка любимой школы и огромная забота нашей Родины. Успех каждого из нас – это наш общий успех. Салтанатты жиынымыздың құттықтау сөзі Қарағанды қаласының химия, биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Якупов Равиль Мансуровичке беріледі. Дорогие ребята, уважаемые коллеги, родители и гости, вот и подошел к концу этот учебный год. Это был непростой год. Мы учились в условиях дистанционного обучения. Все было впервые, все было вновь. В то же время это знаменательный год. Вы заканчиваете школу, дорогие ребята, в знаменательный год, год 30-летия независимости Республики Казахстан. Сегодня Казахстан – независимое, демократическое и правовое государство. Большое внимание, в котором уделяется роли талантливой молодежи в создании креативной индустрии, являющейся одним из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал: «Нам важно акцентировать внимание на вовлечении юных талантов в процессы развития страны. Каждый из них должен ощутить свою сопричастность к успехам Родины, почувствовать гордость за ее достижения». Несмотря на сложные условия обучения в этом году, связанные с пандемией, наша школа достигла серьезных результатов. В этом году претендентами на окончание школы со знаком «Алтын белги» является 9 человек. Претендентов на аттестат с отличием 12 учащихся. Десятиклассников на свидетельство об окончании основной школы с отличием 14 учащихся.
Общее количество учащихся, заканчивающих учебный год на отлично в нашей школе 115 человек. В этом году наши выпускники показали хороший результат по международному экзамену IELTS по английскому языку. Средний балл на 130 детей составил 6,8. Это высокий результат. Спасибо вам, ребята, вы молодцы. Высоких результатов добились наши ученики в этом году на интеллектуальных соревнованиях. На республиканском конкурсе научных проектов первое место по математике занял Амирзак Алишер. Аразбек Камила заняла второе место в секции информатики. На республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам 5 наших школьников заняли призовые места. Цай Аркадий, Боголюбова Екатерина, Альмуханов Амир, Аразбек Камила, Баймурзин Рахим. Поздравляем вас, ребята, с высокими достижениями. Особо хочу сказать о Баймурзине Рахиме, который в этом году завоевал для школы целую серию побед и наград. Это Международная Жаутыковская олимпиада, второе место по математике. Международная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада, второе место по математике. Международная математическая олимпиада «Шелковый путь», второе место по математике. Романова Алина на 15-й республиканской олимпиаде по казахскому языку, язык-символ независимости государства, среди учащихся 5-10 классов некоренной национальности заняла первое место. Амирзак Алишер в конкурсе имени Джалдасбаева занял первое место. На Менделеевской международной олимпиаде по химии Альмуханов Амир занял третье место. На конкурсе молодых ученых, который проводит Корея, Дюшенбеков Ануар и Нурланов Фархат заняли первое место по физике. На конкурсе Инфоматрикс Аразбек Камила заняла второе место. Международная олимпиада Аль-Фараби по предметам математика, физика, химия, биология, 15 призовых мест в этом году в школе. Республиканская олимпиада по экологии, 17 призовых мест. Международный конкурс мегапроекта «Один день моей страны» Сагимбаев Даниал занял третье место. Я поздравляю вас, ребята, с этими достижениями. Выпускники нашей школы показывают не только яркие интеллектуальные достижения, но и, согласно ценностям нашей образовательной программы, имеют активную гражданскую позицию, социальную ответственность, являются гармонично развитыми личностями, умеющими реализовывать себя и приносить пользу обществу. В течение школьных лет нынешние выпускники принимали активное участие и добились высоких результатов в проектной деятельности, социальных практиках, мероприятиях различного уровня. Так, например, в рамках социального проекта «Служение обществу» наши выпускники принимали активное участие в волонтерской деятельности клуба «Мост добра», который в этом году стал победителем международной премии «Волонтер года 2020» в номинации «Лучшая волонтерская организация». Во время пандемии принимали участие в республиканских акциях «Бызбыргемес» по поддержке граждан в условиях борьбы с коронавирусом молодежного крыла «Жас Атан», а также волонтерских проектов по дистанционному обучению сельских школьников. Учащиеся нашей школы успешно участвуют в проекте «Медаль Елбасы», разработанном в рамках инициативы первого президента Нурсултана Назарбаева. На дистанционном конкурсе «Туган Ерге Такзым» ученица 7 класса Камила Тазабекова признана автором лучшего проекта. Со своим проектом, сборником физических задач, помогающим глубже узнать историю Карагандинского региона. В этом году дебатерская команда нашей школы в сетевом дебатном турнире заняла первое место. Достижений много. Нам есть чем гордиться и нам есть что показать. Мы много и упорно работали в этом учебном году. Желаю всем вам, дорогие ребята и уважаемые коллеги, хорошо отдохнуть во время летних каникул, набраться сил, поправить здоровье. Надеюсь, что в новом учебном году мы встретимся в стенах уже нашей школы и все вместе уверенно пойдем дорогой знаний к новым достижениям. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, дәстүр бойынша біз әр оқу жылын елімізде болып жатқан атаулы күндермен бастап, оқу жылында сондай ірі оқиғалармен аяқтап, оларды одан әрі жалғастырамыз. История складывается из биографий великих личностей. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения просветителя Великой Степи Абырая Алтынсарина, который впервые зажег огонь знаний в казахской степи.
Будучи педагогом, писателем и ученым, Алтынсарин посвятил свою жизнь просвещению народа, открыл первые школы для детей и написал первые учебники хрестоматии на родном языке. Первый казахский педагог мечтал видеть свой народ образованным. Школы – главные пружины образования казахов, в них же будущность казахского народа, писал Алтынсарин. Ыбырай Алтынсариннің шығармалары бүгінгі күнге дейін заманауи білім беру жүйесінің негізі болып табылады. Ұлт ұстазы біздің тарихымызда өшпес із қалдырды. Оның арманы халықтың гүлденген болашағына нық сеніммен қарайтын білімді жастар болды. Жаңа поэзия бастаушысы, білімнің көшбасшысы, алғашқы ұстазы болған Ыбырай Алтынсарин қашанда тарих биігінде тұра берері анық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Істің болар қайры бастасаңыз алалап, оқымаған жүреді қараңғыны қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей ақ табылар. Сейсай көлек үстінде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Тауардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса бір қауіпті, аралап тау мен тасты арқыраған. Көңілін суын ішсен ашылады, дененде бар дертінді қашырады, өксіген оттай жанып жануарлар, өзінен рахат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайларды, шуылдап желмен бірге бас ұрады. Он мал айдап өтсен лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен, көк шығып шөп бітпеген жай қалмайды. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенде танықтай. Бізде бекер жатпалық, осыларға таныспай, ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. История – наследие великой степи. Это то, чем мы можем по праву гордиться и сегодня продвигать и применять для того, чтобы растить будущее поколение на правильных началах. Мы – потомки выдающегося народа. Қазақ халқының азаттық жолындағы күресте алдаспаны болған аяулы тұлға, аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Әлихан Бөкейхановтың туғанына биыл 155 жыл толып отыр. Алихан Бөкейханов – историческая личность. Его идеи и принципы, высказанные в разные годы с заботой о будущем, о нации, всегда будут назиданием для современного молодого поколения, для независимого казахского народа. Әлихан Бөкейхановтың бостандыққа апаратын жалғыз жол, ұлттық ынтымақ қана деген пікіріне тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ел бірлігі ең асыл қасиет деген даналық сөздерінің рухани үндестігі ынтымақтың қандай роль атқаратынын айқындап тұр. Также в этом году мы отмечаем 175-летие казахского поэта-акына Жамбыла Жабаева. Широко известны и популярны его песни периода Великой Отечественной войны, Ленинградцы, дети мои, Москве, Приказ Родины и другие. Биылғы жылдың атаулы күндері қатарына тағы бір атақты, атаңызға айналған ұлы тұлға, қазақ палуаны Қажымқан Мұңайтпасұлының 150 жылдық мерейтойы еніп отыр. Ол француз күресінен әлем чемпионы атаған жеңіп алған алғашқы қазақ палуаны. Ауыр салмақтағы классикалық күрестен әлемдік, ресейлік, аймақтық, кейін бүкіл одалық чемпионаттарда бірнеше рет жеңіске жеткен атақты спортшы. 50-ге жуық түрлі жарыстар бойынша марапаттар мен медальдар иегері. В этом году 30 лет независимости, завещанный народу великими предками. Сегодняшний Казахстан – состоявшееся государство, которое имеет большое геополитическое значение перед другими странами. Но самое главное – это страна с огромным потенциалом и процветающим будущим.
тарихымның тым терең дастаны, жүрегімде әуен болып бастады, құлағымда сыбызғын әуелеп. Бабалардың жүрген жолы кешегі, әуен болып құлағымда еседі, үкілеген үміттерін ақтауға. Үкілі әуен жүрегімде, тарихымның алауы. Үкілі әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Үкілі әуен жүрегімде, тарихымның алауы. Үкілі әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Сақтау үшін баға жетпес мұраны, бабаларым менен көмек сұрады, ғасырлардан жеткен үкілі әуенім. Дәстүріміз биік шыңда тұрады, ұлағатты ұрпағымның ұраны, шақырады мені ғажап әлемім. Үкілі әуен жүрегімде, тарихымның алауы. Үкілі әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Үкілі әуен жүрегімде, тарихымның алауы. Үкілі әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Үкілі әуен жүрегімде, тарихымның алауы. Үкілі әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Үкілі әуен жүрегімде, тарихымның алауы. Үкілі әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Достар, биылғы оқу жылы біреулер үшін өте табысты, немесе кейбіреулер үшін өздеріне жаңа мақсат қойған, тың оқиғаларға толы болғанына сеніміміз зор. Атап айтсақ, 10-шы сынып оқушыларының келешекке деген алғашқы қадамдары, сыртқы жиынтық емтихандарын тапсырып, негізгі мектепті бітірулері мен биылғы жылғы түлектеріміз, 12-ші сынып оқушыларының жоғары мектепті бітіріп, жарқын болашаққа жолдама алулары мектебіміз үшін аса маңызды оқиға. Мы поздравляем 14 учащихся, окончивших в этом году 10 класс с отличием. Именно они являются золотым фондом школы и в будущем станут претендентами на получение знака «Алтын белгі» и аттестатов с отличием. Уважаемые педагоги, мы благодарим вас за труд. Пусть тепло души, отданное детям, возвращается к вам счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего. Желаем благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды.
Білімнің шыңына шығуға талпынған оқушылар мен ұстаздарымыздың алар асуы мен бағындырар биігі көп болсын. Представляем вашему вниманию видеоанонс самых высоких результатов, отличных достижений, важных мероприятий, интересных и запоминающихся событий 2020-2021 учебного года, которые навсегда останутся в летописи школы. НИШ позволил мне открыть самого себя. Если бы я не поступила бы в НИШ, я бы не проявила бы свой интерес к компьютерным наукам. Дорогие друзья, мировая пандемия изменила жизнь на Земле, сломала привычные устои, поменяла приоритеты, напомнила о хрупкости человеческой жизни, о ценности доброты и милосердия. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия родным и близким. Пусть будет много достижений и радостных событий в нашей жизни. Құрметті ұстаздар мен оқушылар және ата-аналар, 2020-2021 оқу жылының аяқталуына арналған соңғы қоңырау сыңғыры атты салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз.
Всем хорошего отдыха и замечательных каникул. Келесі кездескенше! Талап қудық бақыт құсын құшарға, қанат будық қияшынға ұшарға. Сүйінді қызыш көройға шенселер, сият керу күшті басты салға. Сият келмек білім арнасы, Сарыарқаның сәнді ордасы. Парасаттың біздер иесі, болашақтың біздер жолдасы. Сенім артқан бізге елбасы, бабалардың біздер жалғасы. Бұл мәңгілік елдің ұрпағы, бізге мәлім болса болмаса. Біз тұлғамыз ақын хәтін ғалымда, біз тұрамыз әділдіктің жолында. Назарбаев зияткерлік мектебі ізгілікті із қалдырар соңында. Зияткерлік білім арнасы, Сарыарқаның сәнді ордасы. Парасаттың біздер иесі, болашақтың біздер жолдасы. Сенім артқан бізге елбасы, бабалардың біздер жалғасы. Бұл мәңгілік елдің ұрпағы, бізге мәлім болса болмаса. Зияткерлік білім арнасы, Сарыарқаның сәнді ордасы.